Здравствуйте! 41 урок. Читатель. Кто он? Ты научишься читать по ролям и понимать речь собеседника, правильно писать новые слова и произносить их. Сен рөлге бөліп оқуды және серіктесіңнің сөзін түсінуді үйренесің, және жаңа сөздерді дұрыс айтуды, дұрыс жазуды үйренесің. Упражнение первое. Послушай обращение поэта Михалкова. Михалковтың өлең жолдарын тыңдаймыз. Я к вам обращаюсь, товарищи дети, полезнее книги нет вещи на свете. Пусть книги друзьями заходят в дома, читайте всю жизнь, набирайтесь ума. Кому обращается Михалков? Михалков кімге айтып жатыр? Какая вещь, по мнению поэта, самая полезная на свете? Әлемдегі ең пайдалы зат қандай? Ақынның айтуы бойынша. Ты согласен с ним? Почему? Сен онымен келісесің бе? Не себепті? К чему призывает автор? Запиши это предложение в тетрадь. Автор неге шақырады? Сол сөйлемді дәптерге жазамыз. Упражнение второе. Порассуждай. Пайымда. Как образовано слово читатель? Оқырман сөзі қалай жазылған? Образовано от слова читать. Оқу деген сөзден шыққан. Упражнение 3. Прочитайте по ролям. Рөлге бөліп оқыңдар. Однажды Диана и Егор поспорили. Читатель – это тот, кто выразительно читает, бегло и правильно произносит слова, сказала Диана. Нет, возразил Егор. Читатель – это тот, кто читает вдумчиво, понимает, что читает, может из чтения получить новые знания. Диана мен Егор бір күні бәстесіп қалады. Оқырман дегеніміз ол мәнерлеп оқып, еркін және дұрыс сөздерді айта білген адам, дейді Диана. Егор айтады, жоқ, оқырман деген ойланып, түсініп және оқыған нәрсесінен білім алатын адамды айтады, дейді. Теперь вопросы. Как ты думаешь, кто из них прав? Қалай ойлайсың? Қайсысы дұрыс айтты? А по-твоему, кто такой читатель? Оқырман деген сенің ойыңша кім? Запиши в тетрадь понравившееся тебе утверждение, объясни. Саған ұнаған мәлімдемені дәптерге жазып ал және түсіндір. Без зрителя нет театра. Көрерменсіз театр жоқ. Без слушателя нет музыки. Тыңдармансыз музыка жоқ. Без читателя нет книги. Оқырмансыз кітап жоқ. А чтобы быть хорошим зрителем, слушателем, читателем, надо учиться. Ты согласен с этим выводом? Жақсы көрермен, тыңдарман және оқырман болу үшін жақсы оқу керек. Сен осымен келісесің бе? Упражнение 4. Составь кластер читатель. Оқырман деген сөзге кластер құрамыз. Выбери нужные слова. Қажетті сөздерді таңдаймыз. Вдумчивый, ойлы, зимний, қысқы, внимательный, мұқият, разноцветный, әртүрлі, заинтересованный, мүдделі, спортивный, спортты. Новую информацию, знания, обогащается словарный запас, учиться думать, переживать, ценить, искусство слова. Жаңа мәлімет, білім, сөздік қорды кеңейту, ойланып үйрену, уайымдау, сөз өнерін қастерлеу. Выразительно, мәнерлі түрде, сильно, қатты, быстро, тез, мягко, жұмсақ, правильно, дұрыс. Выбери нужные слова и составь кластер. Қажет сөздерді теріп аламыз және кластер құрамыз. Запиши 2-3 словосочетания, слово предмет плюс слово признак. 2-3 сөз тіркесін жазамыз. Заттың атауы және қосымша заттың сынын білдіретін сөздер. Упражнение 5. Говори правильно. Дұрыс айтамыз. Он понял, ол түсінді. Она поняла, ол түсінді. Они поняли, олар түсінді. Он звонит, ол қоңырау шалды. Она позвонит, ол қоңырау шалады. Они позвонят, олар қоңырау шалады. Прочитай предложение правильно, сөйлемді дұрыс оқимыз. Диана поняла, что надо вдумчиво читать. Диана
түсініп оқу керегін түсінді. Егор понял, что надо правильно читать. Егор түсінді, дұрыс оқу керектігін түсінді. Упражнение 6. Поиграем. Ойнаймыз. Можно, нельзя. Болады, болмайды. Послушай стихотворные строчки. Если можно так делать, то вы хором говорите «да» или хлопаете в ладоши один раз. Если нельзя, то говорите «нет» или прыгайте на 2 ногах один раз. Выучи наизусть строки, которые понравились. Өлең жолдарын тыңдаймыз. Және солай жасау керек болса, дұрыс болса, біз «иә» деп айтамыз. Немесе бірлет шапалақтаймыз. Егер жоқ, болмайды, дұрыс емес болса, жоқ деп айтамыз. Немесе аяқпен, 2 аяқпен секіреміз. Және өлең жолдарын жаттап аламыз өздеріңізге ұнайтынын. Книга «Самый лучший друг» — это знают все вокруг. Кітап ең керемет дос, оны барлығы біледі. Если нравится картинка, рви ее из серединки. Сурет ұнаса, ортасынан жырт. С горки прокатись на книжке, вырви листик для братишки. Төбеден кітаппен зырғанаймыз. Бір бетін ініңе жұлып бер. Книгу можно прочитать, руками грязными листать. Кітапты оқуға болады және кір қолымызбен ашуға болады. Книгу бережно держи, в нее закладку положи. Кітапты мұқият ұстаймыз, арасына бет белгісін саламыз. Ручку в руки ты возьми, на страницах запиши. Қолыңа қалам алып, кітаптың бетіне жазып таста. Назови